бір бизнесте болады екі адам партнер болып 50-50 жасайды. Мысалы, міне бірінші партнер, екінші партнер кругты алатын болсақ, мына общий бизнес. Ол бизнестің табысы 600 мың теңге. 50-50 болғаннан кейін бірінші партнер мен екінші партнер 300 мыңнан бөледі. Бірақ мына табыс партнерларға жетпей бастайды. Сол кезде не істейміз? Горизонтты үлкейту керек. Горизонтты үлкендіп, мына жаққа 300 мың тағы да 1000 теңге, мына партнерға 300 мың теңге қосылады. Ода сіздің табысыңыз 300 мың емес, 600 мың болды. Мына 600 мыңды сіз алып отқаннан кейін ол жетпейді, горизонтты тағы да үлкейтіңіз. Тағы да 300 мың қосыңыз. Уже уақыттан кейін мынаның бәрі қосып келген кезде 900 мың теңге, мына астыңыздағы партнеріңіз 900 мың теңге. Сол кезде сіздің бизнесіңіз дамып үлкейе береді. Ол үшін адам жұмысқа алу керек, делегировать ету керек, білім алу керек. Осы финансовый грамотность жайлы білгіңіз келсе, менің Instagram сапка профилімде WhatsApp чат бар, соған кіріп тіркеліңіз. Мен Мұстафин Жұбаныш, финансовый грамотность